желтоқсан айының 12-жұлдызы күні Шымкент қаласының тұрғындары И және Ж есімді азамат пен азаматшалар арызданған. Олар өздерінің арыздарында Шымкент қаласының тұрғыны И есімді азаматша мемлекет тарапынан арзан бағада пәтер алып беремін деп алаяқтық жолмен 3 миллион теңгесі мен 1 миллион теңгесін алаяқтық жолмен иемденіп алғандығын көрсеткен. Аталған дерек сотқа дейінгі тергеп тексерудің бірыңғай тізіліміне тіркеліп, Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 190 бабы 3 бөлігі 4 тармағымен тіркелген болатын. Қазіргі таңда қылмыстық іс бойынша Шымкент қаласының 20-дан астам азамат пен азаматшылары арызданып, олар жәбірленуші ретінде танылып, жәбірленуші ретінде жауап алынып. Қылмыстық іс бойынша күдікті тұлға ретінде Шымкент қаласының И есімді азаматшасы жеткізіліп, одан жауап алынған болатын. Ол өз жауабында жасаған қылмыстық іс әрекетін толығымен мойындауда. Қазіргі таңда қылмыстық іс бойынша тергеп тексеру амалдары жүргізілуде.